Мен Исаны Құдай деп атаған жоқпын. Білесіз бе, менің ойым ол пайғамбар, бірақ Мұхаммедтен үлкен пайғамбар болды. Бірде мен араб колледжінде 10 жыл сабақ берген мұғалімге барып, одан сұрадым: "Ұстаз, Құдай ғаламды қалай жаратқан?" Содан кейін ол жауап берді: "Құдай ғаламды сөз арқылы жаратты." Сөз арқылы. Содан кейін мен сұрақ қойдым: "Сөз жаратушы ма, әлде жаратылған ба?" Мен нақтылағым келеді. Мен сұрадым: "Құдай сөзі жаратушы ма, әлде жаратылған ба?" Құран Исаның Құдай сөзі екенін айтады. Егер менің ұстазым Құдай сөзі жаратушы десе, онда Иса жаратушы. Содан кейін мұсылмандар мәсіхші болуы керек. Осылайша бізде үлкен дау басталды. Мен соңында не істегенімді білесіз бе? Мен Құранымды алып кеудеме басып айттым: "Алла, айтшы, мен не істеуім керек? Өйткені сенің Құраныңда Иса әлі тірі, ал Мұхаммед жоқ дейді. Айтшы, мен кімді қабылдаймын?" Осы дұғадан кейін мен Құранды аштым. Мен ешкімнен сұрамадым. Мен тек Алладан сұрадым. Құранды ашқан кезде мен 10-шы сүрені көрдім, 94-ші аят. Онда не айтылғанын білесіз бе? Егер мен саған берген Құранға күмәндансаң, барып киелі кітапты оқы, немесе киелі кітапты оқитын адамдардан сұра. Онда шындық ашылды. Егер сіз мені кім мәсіхші етті деп сұрасаңыз, бұл діни қызметкерлер емес, бауырластар емес, әпкелер емес, епископтар емес, кардиналдар немесе тіпті Рим папасы емес. Мені Құранның өзі мәсіхші сеніміне аударды.